Ассалаумалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен алмалы бәліш, яғни яблочный пирог деп жатамыз, рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар: қант, жұмыртқа, айран, сұйық май, ұн, қопсытқыш, алма. Өте қолжетімді, қарапайым заттардан тез дайын болатын жұмсақ пирогтың рецептісі ғой. Ең алдымен ыдысымызға осылай жұмыртқамызды салып, миксерімізді орташа жылдамдыққа қосып миксерлейтін боламыз. Өздеріңіз байқап отқандай көпіршіктер пайда бола бастады, Жұмыртқаңыз міндетті түрде бөлме температурасындай болуы қажет. Сондықтан тоңазытқыштан пирогты жасамас бұрын шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Бұл қамырдың дұрыс көтерілуіне бір себеп. Осыдан кейін қантымызды саламыз. Қантты бірден салмаймыз, бөліп салатын боламыз. Қант жақсы еруі керек, қамыр жақсы көтерілуі керек. Сол себепті бөліп салғандарыңыз дұрыс. Қантты дұрыс бөлмесек, яғни бірден саласақ, ол көтерілмей қалуы мүмкін. Одан кейін айранымызды, сұйық майымызды құйып жақсылап миксермен төртеуін араластырып аламын осылай. Одан ары қарай мен миксерсіз қолмен жұмыс істейтін боламын. Енді ұнымызды електен өткізіп, яғни қопсытқыш екеуін араластырдым. Осылай бөліп себетін боламын. Бірден ұнды салып жүрсеңіздер, ол да болмайды, Сол үшін бөліп салыңыздар, сонда қамырыңыз жақсы көтеріледі. Жоғарыдан төменге түсіп араластырамыз осылай. Жақсы араласады міне ұн. Содан кейін осындай қою қамыр шығады, Енді осыған алмамызды саламыз. Алманы қалауыңыз бойынша турасаңыз болады. Яғни мен осылай 4 бұрыштап майдалап турадым. Жарты бөлігін бетін сәндеуге қойып қойдым. Араластырамыз. Осы кезде пешімізді қыздырамыз. 30-35 минуттың ішінде пісіп шығады. 150-180 градуста пісіреміз. Енді өздеріңіз тексеріп отырасыздар қамырдың пісуіне. Кейде пешімізге байланысты, қызуына байланысты өзгеруі мүмкін. Менде пергамент бумагасы бітіп қапты. Осылай фольгаға салдым астын. Қаласаңыздар май жақсаңыздар болады. Пергамент бумагасы болса тіпті жақсы. Міне қалған алмамен бетін сәндедім. Осымен пирогымыз міне пісіп шықты. Жұмсақ, қып-қызыл, әдемі болып шықты, Өте дәмді. Арнамнан алыстамаңыздар. Өздеріңізбен бірге болған мен Айжан Айтқалиқызы.